Ол күннің дәл осындай қараңғысында да, жарығында да, жаңбырында да, боранында да, балшығында да еш нәрсеге қарамай қызмет етеді. Тоқтаусыз 11 сағат жұмыс істейді. Кез келген жан игере алмас, үлкен ірі көліктерді басқарады. Біздің бүгінгі кейіпкер арнайы техника жүргізушісі Мұрат Әлібекұлы. Біздің жұмысымыз осы, міне қар жауғанда колоннамен жүреміз, жеті машина. Осындай жаңбыр не жауып аққанда көше-көшемен бөледі. Мұратты мен танимын, ауыл жақтан. Екеуміз ерлеспіз, екеуміз бұрыннан доспыз. Семьямен дос боламыз. Бір-біріміздің үйленген тойдарымызда бірге өткіздік. Мен осында келгенім 2006 жылы кірдім. Ол уақытта астана тазалық болды, горкомхоз. Мен жолдасым Ситагелиев Ауым Қабарбекович осында жұмыс істеген білен жылдар. Сол келгенде айтады, организация біздің күшті горкомхоз, зарплата вовремя, барысы нелер услугалар бар, келсейші, жұмысқа келсейші. Сол келдім, 2006 жылы келіп, водитель болып кірдім. Бұл жандар қала тазалығына жауап береді. Тым қауырт, күніне 11 сағат жұмыс істейді. Бас қаламыздың құбылмалы ауа райына қарамастан көшелерді, жолдарды тазартып отырады. Еңбек етіп жүргендеріне 20 жылға жуық уақыт болыпты. Сол таңғы сағат 7-ге дейін көшенің барысын сыпырып, тазарып біту керек бізге. Основной сол біздің жұмыс. Жұмыста енді всякие қиыншылықтар болады. Бұл кісілер ол горкомхоздан келе жатқан кісілер ғой. Біз келгенде уже мен келдім, мен келгеннен кейін уже жаңа техникалар келе бастады. Ол кісілер ескі техникамен бастаған. Мұрат ағаммен істеп келе жатқанына 8 жылдан асты. Білмегенімізді сол кісіден бір сұрап аламыз. Күні тротуар жуамыз, көшелерді жуамыз, сыпырамыз, барысы бір техникада. Қазір міне оборудованияны снимать етіп, құм себеміз, реагент себеміз, сол бір техника, барысы істейтін. Жастар келеді, әлі көшені толкын білмейді. Бірінші колонна, жаңағы Ермештің колоннасы, олар М1-нан сыпырып Ақордаға кіреді. Біз мәңгілікпен кеп неге кіреміз жаңағы Ақордаға. Сол кезде келіп, 3 машинасы біздің арамызға қосылып кетті. Алылар бұрылып маршруттарына кетті, 3 машина біздің артымызда сыпырып жүр бізбен бірге. Бір кезде Ермеш жандайды, мәке, анау менің 3 машинамды жібер. Мен айтам, тұратыр, площадь сыпырып алайын, сосын жіберем. Сондай талай қызықтар жетеді. Мұрат Әлібекұлы көпке үлгі. Бұл салада 18 жылдан бері адал қызмет етіп келеді. Қаланы 5 саусағындай біледі. Тазалығын қамтамасыз етіп, ала таңнан қара кешке дейін тыным таппайды. Сіз бен біз көп байқай бермейтін қауырт жұмыстан аянбайды. Қоғамға пайдасын тигізетін осындай жандардың еселі еңбегі қашанда бағалы, кез келген құрметке лайық. Солай емес пе?